Маржан қыздың сыры. Есі кіріп, нағашы әже мен атаның тәрбиесінде екенін ұқты. Сондағысы ес кірді дегені 4-ші сыныпта аяқтаған өрім бала еді бұл. Аузынан ақ май ағып, үлде мен бүлдеге оранып, тотыдайын таранбаса да аш жалаңаш емес еді. Ата әжесі алысқа ұзамай-ақ ауылдағы дүкеншілерден асты да, киімді де қарыз қалатынды. Зейнетақы түскенде түгелде қолдарына ұстататын. Мал ұстайтын қауқарда қалмаған еді екеуінде. Қыл аяғы ішетін сүтте зауыттікі. Ауылда жұмыс жоқ деген желеумен, 3 ұлы мен келіндері қалада пәтер жалдаса да сонда тұрақтаған. Бұлардан сұрамаса бірдеңе беретін шама жоқ еді. 3 жылдан кейін көрген қыздарын Ақерке деп атаған. Ақерке біз әңгіме басында сөз еткен қыз Маржанның шешесі. Ол да ауылда емес. Алысқа шығандамаса да аудан орталығында анда-мында тиіп қашып күн көріп жүр. Маржанның әкесіне жастайынан күйеуге тиген. Онысы кейін үлкен қалаға кетіп, сол кеткеннен оралмады. Тірі ме, өлі ме белгісіз. Енесі байғұс құсаланып, қолдағы немерені жұбаныш етіп жүргенде оқыстан қаза болды. Басына қан құйылған деген. Еш шағымданбаған кісі еді бірақ. Сөйтіп 4 бөлмелі үйде тұшқандай баламен қалған келіншек күн көріс үшін жұмысқа шығам деп Маржанды ауылға әкеп тастаған. Жұрттың бұған деген көз қарасымен, піш-піш сөзінен анасының дұрыс емес екенін бала жүрегі сезетін. Тек ата әжесінің қолпашы, мектептегі мұғалімі, Жанаттың қолдауы ғана көңілге демеу. Сабағын жақсы оқумен қатар көптеген байқауларға өзі сұранып жүріп қатысатын. Жүлделері де аз емес. Бір күні ауданнан келген сары автобустан анасының түскенін көрді. Маржан қуанып, үйдегілерден сүйінші сұраған. Ата мен әже күрсінді, қуанбады. Ақыр алып кететін болды деп кемсеңдеп қалды атасы. Бұл болса шайладағы самаурынның шоғын үрлеп, тез қайнатуға асықты. Жүрегі құрғыр қуана ма, ана деп соға ма өзінше. Амандық сұраудан әрі аспай шай үнсіз ішілді. Күндегідей ұзақ, баппен емес, асығыстау. Түскі автобуспен кетуім керек. Мектеппен сөйлесіп қойдым. Әзір жолды үйрене берсін. Маржан ертерек алып кетемін. Әке шешесі бас изеді. Орнынан тез тұрған Ақерке мұның киімдерін тез-тез жинай бастады. Аудан деген дардай атығана келген жері Маржанға ұнамады. Көшелері сары, тас төселгенмен ойдым-ойдым. Қоқыс шашылған жерлері тіптен жеркенішті. Аттап жүріп жетті-ау мекенін екеуі. Күйдірген сары қыштардан салынған 2 қабатты 6 үйден тұратын аумақты жұрт ауыз 2 тілде 40 кепе дейтін. Расында 40 үй ме, әлде одан көп, не аз екенін ешкім білмейтін. Ең шеткері ескі әрі бос тұрған ғимараттарға тақау орналасқан 2 үйді ел аса ұнатыңқырамайтын. Түн ауғанда бұл жерден екінші өмір басталатын. У-шу, қиқулаған ішкен кісілердің дауыстары, түрлі көліктердің шиқылы не бипылы, жылаған бала, бақырған не жырқылдаған қатындардың дауысы, не бір құлақ тыңдауға шыдамас, бейәдеп сөздер, бәрі қосылғанда Маржанның шақшадай басы шарадай болатын. Көбіне 2-ші қабатта тұратынына қуанатын. Астыңғы этаждағы елге шик атымен танымал орда-жық мінезді әйел тұратын. Сол үйді көздегендер көбіне бірдеңеге келіспей ме, білмеді, терезесін қиратып кететін. Талай рет салдыр-күлдір еткен шыны дауысынан шошыған. Көші де жалықпайды. Таңмен тұрып басқасын қағып жататын. Маржан осылай әңкі-тәкі күй кешіп жүргенде күз де жақындап қалған. Анасы бір күні қызына түпкір бөлмеден шықпауды тапсырды. Таң атқанша деп нығарлады. Себебін сұрауға да шама қайдан. Жат боп кеткен бе, батып ештеңе демейтін анасына бұл. Бас изеген күйі нұсқаған бөлмеге кіріп кетті. Кенет мұрнына тәтті тамақтың иісі келді. Жұтынып қойды. Шығуға болмайды. Анасының көңілдене күлгенін естіді. Гүж-гүж етіп қояды қасындағысы. Бала емес пе? Арам ойы жоқ.
Тәтті тамақтан ертеңде жейтінін ойлап жатып, көзі ілініп кетті. Қарны қор-қор етіп, қоңырау шалып оянды. Маржан мысық табандап кеп, шешесінің бөлмелесін сығалаған. Жалғыз екен, шашы дуда-дуда боп, ұйқыны сойып жатыр. Үстел үстіндегі жапырақтар тулаған шұжықтан алып нанға қойып, рахаттана жеген. Шәйнектегі суды сарқып кесесіне құйып, ұрттап қояды. Әр ыдыстың түбіндегі қалған құтқандарды жеп біткенше шешесі де тұрды. Аузы мүңкіп кеп, бұның бетінен сүйген. Жүрегі айнады. Есіне ауылдағы жалғыз су тасып шағаның. Соғыста да әбет болған. Менің тамағым мынау деп бір шыныны әкеп, атасымен әңгіме соғып, бір өзі нан жеді жеместен тауысатын. Сол ағасының тамағының иісін ұнатпай жүретін бұл. Түс ауғанда екеу боп базарға беттеді. Ақ көйлек, қара белдемше мен бантигіне қатты қуанды қыз. Оқу құралдары да түрлі-түрлі. Сөмкесіндегі қонжықтың суреті де көңілін көтерді. Мәз бейрам, анасы біраз азық-түлік алды. Сенің сабаққа барғаныңды жуамыз. Кімдер келеді? Менің құрбыларым. Кеш бата үйдің іші кісіге толды. Кілең осы атышулы екі үйде тұратын әйелдер. Дарақы күлкі, боқтық, әңгіме, ішу жеу, ерсі би, Маржан құласып кетті. Шешелеріне ілесіп келген өзі сияқты балалармен тіл табыса алмады. Күндізгі көңілден жұрнақта жоқ. Әжесінің үйіндегі тыныш өмірін аңсады. Түн ауа бәрі кетті. Әке, анасы, бұралаңдап зорға жүр. Есіктің ілгішін ілесіп еңбектеп кеп қор етті. Күннен күнге бет пердесі шешіліп жатқан анасының мына кейіпі мүлде ұнамаған Маржанға еңкілдеп жыласына кеп, әже, ата, алып кетіңдерші, ештеңе керек емес, әже, ата, дауысы 4 бөлмені көшірсе де, мас шеше былқ етпеді. Байғұс бала қанша жылағанын кім білсін, зарыққан дауысын кім естісін. Күндері осылай зулап өте берген Маржанның түндері осылай зар үйлеумен өткен. Үйінде жағдайы онша болмаса да, мектепте ән мұғалімі мұны күшті қолдайтын. Қоңыр үнді қыз ән салғанда бүкіл дүние ұмытылады. Кейде ән салып тұрып жылап та алатын. Еңіреп тұрып, қой демейді мұғалімі, бәрін естейтін елден. Соңғы уақытта анасының өн бойынан өзгеріс барын байқайтын. Көп бұл бала болса да, жүрісі ауыр, өкілеуі көп. Қам көңілді бала сонда да 9 мамырға арналған концертке дайындалып жүрген класымен бірге. Өзінен бір сынып жоғары оқитын көрші үйдегі Ардақ жүгіріп келіп, «Ей Маржан, сенің маман қыз туыпты» деп арсалаңдап, ұялып кетті айналасындағылардан. Жүгіріп үйге жетті. Қара құлып маңдайына тарс ете қалды. Қайда барады? Есік алдында іші бұратылып, тамағы құрғап, кешке дейін отырды. Осылай отыра берер ме еді? Көрші Ырысты апасы менен келмесе. Ауруханада медбике боп істейді көрші апа. Балалар үлкен қалада екенін құлағы шалатын. Ой, бұл баламай, далада қалғандай бопсың ғой. Жүр, кір үйге. Маман келгенше менде тұра тұр. Шағын 2 бөлме. Аздап хлор иісі шығады. Тап-таза. Ас үйге кірместен бірге жуынып шайынды. Ырысты сөйлеп жүріп, ет қосып картоп қуырды. Сүтті шайы ол бар. Маржанның ішіне біраз ел қонып ұйқысы кеп кетті. Мамаң дәл маңдайында бармақтай қалы бар. Әппақ қыз босаныпты көрдім. Шай апарып бердім. Жағдайлары жақсы. Саған жақсы болды. Енді сіңілің бар. Қуаныштысың ба? Неге үндемейсің? Иығын қиқаң еткізді де, Маржан ол бөпенің көретін күнін ойлаған өзінше. 3 күні Ырыстының жылы жұмсағын жеп телевизор қараумен өтті. Мерекелік демалыс күндер болатын. Анасын шығарып әкелгенде осы Ырысты. Келместен бұрын хлормен жуып шайды бұлардың үйін. Қойдың жамбасын әкеп асып қойған. Мұндай құрмет көрмеген ақырке сасып қалды. 2-3 әйел кеп шай ішіп, бөкеге қал сұлу деп ат қойып кетті. Қал сұлуды шешесі туды дегені болмаса, баққан Маржан еді. Қарны ашып, шырылдағанда жасанды сүтті, ыссыз суға шылап беруді, асты бүлінсе, жаялығын ауыстыруды үйренді. Келе-келе жаялықтар өзі жуа салатын болды. Есесіне,
сабаққа қатысуы төмендеп, мектеп бақылауына ілінді. Бұл өлкенің көзінің қара суығы өкпеден өтетін. Қалсұлу үшке толды. Бал қылығымен тәй-тәй басқана, сөйлегенін тек Маржан көріп қуанатын. Шешесі сол баяғы әніне салып кеткен қайта. Тірі оралғанына қуанатын қыздары, мейлі аш болса да. Бір күні келмеді шешелері. Есікті жауып отырған өздерінше екеуі. Шешесінің дос сымақтары кеп, есікті тепкілей бастады. Мамам жоқ дегенін түсінбейді мұның олар. Өршеленіп кетті. Сыпырып сиырып боқтап, әлсіз күршекті жұлып алды. Көздері тұманданған екі еркек Ақеркені іздеп жүр бөлме аралап. Қорыққан Маржан Қалсұлықты құшақтай далаға қашты. Сол шыққаннан біресе қоқы шашіктерінің, біресе қиқы-жиқы әркім әлінше салған сарайлардың арасында жүрді. Қарны ашты сіңілісінің. Несін берсін қасқа бала? Алдаусыратып қояды. Қазір мама келеді. Бізге пішінәя келеді. Шыдамады бала, шырқырай бастады. Дүкенге барды, сүйретіліп. Сатушы апада жоқ екен. Орнында тұрған келіні бұралға бір бөлкен нанды ұстатты. Сіңілісін сүйреп Маржанды қысы жазы сарылдап тұратын колонкаға келді. Нанды бөлісіп жеп, су ішті. Қалсұлудың үстінде лыпа жоқ еді. Киіндіретін шама болды ма? Қалтырап тоңа бастаған оны Маржан кең футболкасын созып, ішіне кіргізіп құшақтап отырды. Маужырап екеуі де ұйқысы келеме қалай. Сіңілісінің көзі іліп алды. Бұл болса екі көзі талып, шешесінің қарайлаумен болды. Кеш батты, суық, бала түгіл киініп алған үлкеннің өңменінен өтердей. Екі бала дір-дір етеді. Маңағы жегендері жүк болсын ба? Тағы іштері шұқырап, мазаны қашырды. Су ішкен болдат. Тістері сақылдап, Қалсұлу қыза бастады. Маржан не істерін білмей, аңырап жылай берді. Кім кіргізсін бұларды? Кім естісін бұлардың зарын? Алыстан машинаның жарығы көрінді бір уақытта. Бұлар шешеміз бе деп дәмеленген, ол емес екен. Аты шулы екі үйге, жақында орналасқан үйге жуырда көшіп келгендер екен. Әйелі тоқта дегендей болды жолдасына. Рас екен, жүгіріп келді жандарына бұлардың. Қалсұлымен жасты қыздары бар отбасы екен. Дереу жылы суға жуындырып, қалың киіндіріп қойып, сылап-сипап, ем-доп жасады әйел. Күйеуі қабағын шытып күңкілдеген. Жас әйел періште ғой, қиып далаға қалай тастаймыз деп сыбырлап жатты. Тойдырды болады. Жылы үй, жұмсақ төсек, тез ұйықтап кетті Маржан. Сіңілісінің шаттана күлген даусынан оянды. Тәуірленіпті. Осы үйдегі балақанмен ойнап жүр. Күйеуі көрінбейді. Жұмысқа кеткен сірә. Жас әйелдің аты Райхан екен. Бұларды таңғы асқа шақырды. У-шу боп, сүт көже жеп, сүт қатқан шай ішті пішінаймен. Маржан қысылып, мамам келген болар мүмкін деуі мұң екен. Есік дүрсілдей жөнелді. Ашты. Ар жағында бір көзі көк пенбек, аяғына әрең тұрған шешесі көрінді. Райханды балағаттап қояды. Сабырлы екен тәтей, ренжімейді. Түсіндірді жағдайды. Жаман да болса шешелері ғой. Бұлар шұрқырасып алдына түсіп жөнеле берді сыртқа. Үйлеріне келіп Маржанның көңілі түсті. Айра-жайра, дереу жинастыра бастады. Шешесі кіре салып ұйқыға кіріскен. Еденді жуып боп қалған сол еді. Есік ашылып, бір топ кісі сау ете қалды. Мектепке 2 күн келмегені бар. Одан кеше түнде көшеде жүргенін білетін боп шықты бұл кісілер. Шала ұйқы, шала мас Ақерке, Райханды сыбай жөнелді. Сол күнәлі бәріне. Аналық құқыңыздан айырамыз. Мына түріңіз не? Бала уақытында неге сабаққа келмейді? Сұрақтардың астына алған кісілерге Маржан жалынып жалпайды. Түк жазығы жоқ анамның, жақсы ол. Жұмыс дейді, нана келеді. Мен ауырып бармадым. Райхан өтірік айтқан. Кеше ғана жақсылық еткен кісіні өтірікке қия салды. Мәжбүр еді. Шешесінен айырса қайда барады? Қалсұлу екеуінің екі жаққа жіберетінін шешесі айтқан. Оны ойлағысы да келмейді Маржанның. Қорқады. Соңғы ескертуді алып Ақерке қалды. Шешесінің қалтасын қарап жүріп, тиындарға 2 бөлкен нан келді барып. Қара шай мен нанға да риза боп отырды.
қос қыз сол күні. Бастысы, шешелері қасында. Күрең күз кетіп, қытымыр қыспен қоштасып, қамыражай көктемнің бірі ысып, бірі суытқан күндерінің бірі еді. Ақеркеге соңғы уақытта Карл деген лақап атты біреуі жиі келгіштеп кетті. Сыбыр-күбірі көбейіп, Карл Маржанның өне бойын тінтей қарайтын. Қыз бұл күнде бой жеткен, сұңғақтанып оқтауда аяқтары түп-түзу боп, тіп-тік жүргенде кеудесін жарып шыққан қос түйін, сыбырласқан екі сұмның көзі құрты болған. Сенбінің кеші Қытайдың ақпара теледидарына сіңірісі екеуі концерт көріп отырған алаңсыз Маржан шешесі сырттан аға азығыз келді. Тез киінде Карл ағаңмен бірге кет деді. Қайда? Біреудің үйін жинайсың, саған ақша төлейді. Соңғы сөзінде Ақеркенің даусынан діріл байқады. Мама, сен еріп баршы, бір өзің басқа үйде. Жап аузыңды, қаншық неме, сөйлемей маған қарсы. Асырадым, өсірдім. Сен емес баққан мені, атам мен әжем. Оларды аузың алушы болма. Басыма күн түскенде кредит алып бермеді олар маған. Енді сен маған көмектесесің, ақша табасың. Сүмірейіп қыз киіне берген. Карл жылмыңдап алып кетті. Моншаға апарды. Жуынып келуін бұйырды. Қыз шошынып, себебін сұраған. Жай жақсылығын болсын дегенім деп құтылды анау. Жеке монша болғасын ба, шықса тап киінетін жерде. Карл отыр. Қысылған қыз кері шегіне берген. Ұялмай-ақ қой, мә киіп ал деп, бір қалта киім тастап шыға берді онысы. Кеудесіне ақ гүл тігілген қызыл көйлек төгіліп жараса қалды қызға. Туфлимен жүріп көрмеген басы қисаңдап қалды кішкене. Сосын үйренді. Тіпті ішкі киімдерде әкеліпті. Ұятын-ай, қояншы атқып ақ мәшіне зырғытып отырып, шет жақтағы қызыл кірпішті үйге әкелді. Қызды үйге кіргізе сап, мен қазір деп кетіп қалды. Состиып тұрған қыз айналасын көзбен барлады. Жарқыраған дүниелер, үстер үсті, қайысқан ішіп жем, тап-таза. О, кеп қалыпсың ғой. Дауыс аяғасынан шыққан. Жанындағы есіктен үлкендеу еркісі шықты. Денесіне сәйкеспесе де маймаңдап кеп, мұның саусақтарынан сүйдейін кейіп. Дірілдей жөнелген Маржан бұл кісінің келесінің дұрыс емес екенін түйсінді. Түйсінді де жалына бастады. Ағатай, үй жинайын деп кетейін. Ақша керек емес, жіберсеңіз болды. Жаңа ғана түлкіше қылмаңдап тұрған адам лезде аш ши-бөріше басталған қызға. Құлындай шырқыраған дауысы кең үйде басына көшірсе де ешкім көмекке келмеген. Таяқты да жеп, зорлықты да көрді таң атқанша. Тән жарасы жазылар уақыт өте, ал жан жарасы ше. Ши-бөрінің айтуынша, ол шешесіне қомақты сома беріпті. Өзі үшін Маржан не ойларын, анасын жазырып, не ақтап аларын білмеді. Мәңгіріп қалды. Әйтеуір таң атты. Теңкиіп ұйықтап қалған ана малғұн. Карл келді жылмиып. Атып тұрып еңіреп жылы берді. Мынау, жылмақай сұқ саусағымен тиыш деген белгі беріп, қызды алып кетті. Құр сүлдер, көзден аққан жасы тоқтау жоқ. Карл сөйлеп келеді. Естіп келе жатқан бұл жоқ. Қош, балын татпасам да, ерте есейтіп, есеңгіретін балшағым. Шешесі бұл кіргенде ішіп отыр екен. Карл тағы бір қалта ішіп жем әкеп қойды. Есалаң қатын мәз, тырқ-тырқ етеді. Мәләдес, қалта қампайды, сенің арқаң. Менің заманым бітті, енін шығарды. Ана деуге келмейтін міскіннің бетіне түкіргісі келді. Күш қайда? Ішіндегі киген тырмалаған өкініш атты, мысық жанын қансырата берген. Сөйтіп, Маржан бір түнде Карл мен шешесінің табыс көзіне айналып шыға келді. Сабағы жайына қалды. Бұның суыт жүрісі үшін айдалада жазықшы жандар таяқ жеп, нанынан айырылып жатты. Маржанның бар уайымы сіңілісі болды. Барынша көзден таса қылмауға тырысып жүр. Бір күні Карл мұны қалаға апаратын боп келді. Өмірінде қала көрмеген байғұс қуанып кетті. Тірлігіне әлде қашан денесі үйренген еді. Түрлі-түрлі, ырду-дырду қала керемет, ұнағанмен сол түн оның өміріне тағы таңба салған. Кілең құдырған жастар не істеп, не қойғандарын білмей жүрген думанды кеш, қанды қырғынмен тараған. Есіріп кеткендер мұны әбден қорлағандарымен қоймай, бетінен түк қалдырмай пышақтап, тілгілеп тастайды. Бірінің әкесі кеп қалып, сол құтқармағанда өлірме еді қансырап.
көрер жарығы бар екен, тірі қалды. Байеке ұлын да, достарын да сотқа жеткізбеді. Сол баяғы Карл бәрін ақшамен шешкен. Бетінің бәрі тыртық боп қалған бұл қолаң шашын шолтитып кесіп бетін жасырып жүрді біраз. Шашын қобыратып, үнемі бетін жауып жүретін Маржанды бәрі бақпақ гүлге ұқсататын. Солайша аты өз ортасына бақпақ атымен танымал болды. Алаңсыз ішкілікке салынған шешесі, бірінен соң бірі қайтқан әке шешесін артық сапарға шығарып та салмады. Жұрттың сөзіне де, көзіне де қарамастан, сіңілісін сүйретіп барып, келіп жүрді бұл. Баяғы орда жық деп жексұрын көретін, Шика деген бұзық әйел жөн білетін боп шықты. Бүкіл керегін арқалатып жіберетін. Бір күні Шика бұны шақырып алып, мені шешеңді қара, жетісіп жүрміз бе? Көзіңді ашып ойлан, өмір бойы бұлай жүре алмайсың. Қалсұлудың да өмірі сенікіндей болғанын қалайсың ба? Сен кетіп қал, басқа жаққа. Өзгерт өміріңді, ыдыс жусаң да дұрыс жүр деген. Күтпеді расы. Бажайлап қараса Шика өзі мұнда жүргенмен ұлы мен қызын жолатпайтын. Интернатты бітірді, басқа қаладан екеуі де. Сол жақта қызы оқу оқып, ұлы құрылысқа кетті. Сөйтіп өз өздерімен боп кеткенді. Шика да бұрынғы өмірін бір жола сызып, көрші ауылдан диқаншыларына жалданып, жұмыс істеп жүрді. Айлығы ол бар, қысқа бір шама азық-түлігін жинап та алатын. Дұрыс екен деді іштей қыз. Бәрін бір күнде де тастап кетіп қалу оңай ма, қиын ба? Ойланып жүріп, зырғып жаңа жыл мерекесі де жеткен. Қалсылуды киіндірді де шағын сөмкеге оны-мұныларын салып, аз-мұз жинаған ақшасын ұстап, пойызға мінген. Билетсіз. Жолы болып құдайына қараған жол серіктер екен. Вагонды тазалап барсаң болды, жеткен жеріңе дейін деп келісті. Кеншілер қаласынан түсіп қалды екі бауыр. Бәрі орысша сөйлейді. Суық, адамдары да. Бір айға дейін әр жерде жалданып жүрді. Мерекеге сәйкес көп жерде сұраныс болып, біраз ақша да тапты. Ескі жатақханадан бұйырған бір бөлме екеуіне хан сарайындай көрінетін. Ұядай жылы бастысы. Сықырлаған темір керуетке алаңсыз ұйықтап, тапқан нан сүтін уайымсыз жеп ішкеннің бақытын сезініп жүрген кәдімгідей. Қалсұлуды қазақша мектепке орналастырды. Соған қатты қуанды. Өзі де соңғы уақытта Дорети сұлулық салонына тұрақтап қалған. Көмекші, кез келген шаруаны дөңгелетіп жүрді құрақ ұшып. Апалы сіңілердің бірлескен кәсібі бұған да әжептәуір нәсіп болды. Сіңілісі екеуі үстерін бүтіндеп, жақсы ас ішіп, адам қатарына қосылды. Шалқып, тасымаса да, үсті таза, тамағы топ болып жүрген қыздар бір күні сұмдық жайтты естіді. Кеткендеріне 1,5 жылға жуықтап қалса да, ат ізін салмаған елге аңда-санда адуынды көршісі Шикаға хабарласатын. Билетті ала сап ұшқан еді ауылға. Барса үйлерінің есігі тас жабық, қара құлып, тіптен мөрлеп кеткен, тура кинодағыдай. Бұларды сыртынан көрген бе, Шика жетті ентігіп. Шика бұрынғыдай емес, таралып жүдеңкірепті. Ұлы үйленіп, немерелі болыпты. Мәз үйін жөндеп алыпты. Құлақтарына әңгәлаған дыбыс жетті екі қыздың. Таңырқасқан. Сөйтсе, бұлар кеткесін Ақерке біраз іздепті. Бірде сау, бірде мас, бірге шетін достары көбеймесе азаймапты. Бір күн аяғы ауырлап, уақытында егіз қыз баланы дүниеге әкеліпті. 40-нан шықтау дегенде, әдетінше достары жиналған жууға. Сол күні артық сілдеп қойды ма білмеді. Ақерке ерегіс үстінде бөтелкелесіне пышақ сұғып алыпты. Бар әңгімен ауыр болса да, сабырмен жеткізген Шика, бұларға бауырларың менде дегенде, екеуі бірде тапырақтап жеткен төрге. Көз жастарына ерік берген екеу, шарасыз екі бөкпені құшақтай берді. Ұзаққа созылған сот істері, балаларды жетімдер үйіне өткізу қаупі, бәрі-бәрін бастан кешкен Маржан өмірдің бүкіл қиындығын бұл дүниеде жалғыз кешіп жүргендей болды. Ақерке жеңілдетілген түрде 10 жылдан аса мерзім арқалап кетті жазасын өтеуге. Сотта жеңіп бұлар бауырларын қолдарын алдайды әйтеуір. Жұмысынан қайта оралды. Қожайыны дәл салонның жанынан пәрде жалдатып біраз қарасты. Жылдар сырғып өте берген. Бүгінде Қалсұлу оқу бітірген.
медбике, егіздер Ақжан мен Бағжан мектеп оқушылары, қаланың шеттеу жағынан арзандау ескі ағаш үйді сатып алған, әупірімдеп, жөндеп, ұядай етті өздері. Маржан сол салонда қожайынның көмекшісі, шебер, шашты аяды, сәндейді, бояндырып, тырнақты әрлейді, еңбекті сүйеді, адал нанын тауып жүрген жан. Бір әттеген айы ер азаматтарға деген түк көңілі жоқ. Қолын сұрап жүргендер болған, ешқайсысын ұнатпапты. Осы кеткенім кеткен, үшеуін жеткізу басты арманым, деді Маржан. Осымен әңгіменің соңы.